Алдияр Жаумбай, Парват Зареди, Сантош Аджай, Фуджейра Мастерс. E4 CB, Сицилиан қорғанысы, АТФ3 D6, D4 CD, ат D4 АТФ6, ат C3 6, Мигель Найдеров варианты. Піл G5, бұл Всеволод Раузер шабуылы деп аталады. E6 F4, H6 піл H4, ат Б D7 және уәзір E2. Бұл заманауи варианттардың бірі. Уәзір пілге, піл деген тураға кедергі жасап тұр. Бірақ негізгі жүріс сарбазды негізгі орталыққа қою. Сарбазды негізгі орталыққа қойды, алдық және рокировка. Піл G4 өтпелі шабуыл әдісін пайдаланып тұр. Біз қорғанамыз. Ат F3. Піл E7 H3. Мына пілдің қал жағдайын білу. Піл F3. Бұл өте жауапты шешім. Мен бұл туралы айта берем. Пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият ойлану керек. Алдық және ат G6. Мына пілге шабуыл жасап тұр. Бірақ Алдияр сауатты ойыншы бірден сарбазды негізгі орталыққа қойды. Мына жерге шабуыл жасады және мына жерге шабуыл жасады. Ат негізгі орталықтағы сарбазды алды. Енді піл F6. Енді бұл атты мен сіздерге үнемі айтам. Өрт сөндіргіш қорғаушы деген лақап аты бар. Алдық. Енді мынау қосарланған сарбаздар, мынау артта қалған оқшауланған сарбаз. F4 бірден аттың негізгі орталықтағы торын тартып аламыз. Ат G6, ат D5. Өзіміз негізгі орталыққа тұрамыз, ал қарсыласқа ондай мүмкіндік бермейміз. Патша F8, тура G1. Болашақта G жолы бізге керек болып қаладау деген ойдамын. Тура C8, уәзір E3. Мына пілдің жолын ашу керек. Және кімді? Филидорды есімізге түсіреміз. 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екен. Әсіресе ауыр фигуралар үшін. F5, піл D3. Тек қана шабуыл жасап қана қоймаймыз, және мынанда қорғауға мүмкіндік бар. Ат H4, уәзір D4. Бірден мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Мына тураның қал жағдайын білу. H7, тура G3. Қайтадан біз Филидорды есімізге түсіреміз. 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екен. Уәзір A5, шах, қос соққы. Бірінші біз енді қызықтыру әдісі дейді, алаңдату дейді. Енді шах және алдық, сонымен артық фигурамыз бар, басымдығымыз айқын. Бұлай шах. Енді бұл қалғаны енді аса қиын емес, себебі енді Алдияр мықты шахматшы, сол себепті бұған таңғалудың қажеті жоқ. Ол патша D5 деген жүріс болмаған шығар. Шын мәнінде қарсылас ұтылды деген кезде осы электронды тақтада патшаны D5-ке қоясыздар, ал ақ патшаны E4-ке қоясыздар. Сол себепті мен сенбеймін соңғы жүріс патша D5 дегенге. Бірақ өте сауатты ойын. Всеволод Раузердің тамаша шабуылын жақсы біледі екен.